Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен жүгері ұнынан жасалатын құймақ дайындаймыз. Құймақтардың жасалу жолы өте оңай. Құймақтарымыз біркелкі әрі жұп-жұқа болып шығады. Кез келген начинка қосып дастарханға ұсынсаңыз болады. Барлық керек ингредиенттерді описанияға толықтай жазып қалдырдым. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қант және тұз қосып, миксердің көмегімен барлығын араластырамыз. Одан кейін жарты стакан сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Әрі қарай жүгері ұнын қосып, тағы да араластырамыз. Одан кейін қалған сүтімізді және суды құйып, тағы да миксерлеп шығамыз. Ерітілген сары майымызды да қосамыз. Дайын болған сұйықтықты жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Одан кейін сұйық майымызды қосып, құймақтарды пісіруге кірісеміз. Ең алдымен сары майды қызып тұрған отта ерітіп аламыз. Осылай құйып, кішкене табаны айналдырып жіберіп, құймақтарымызды пісіре бастаймыз. Бірінші беті сарғайған соң келесі бетін аударамыз. Ыстық құймақтарға май қосып жіберсеңіз, құймақтарыңыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады.